Бас миы және оның бөлімдері. Ми адам ағзасындағы ең маңызды орган болып табылады. Ол қимыл қозғалысты, ішкі органдардың жұмысын, бүкіл ағзаның жұмыс реттеуін басқарып отыратын орган. Ми сауытында орналасқан екі үлкен жарты шардан тұрады. Оң және сол жарты шарлардан тұрады. Әрбір жарты шар өз кезегінде қыртыстан тұрады және қыртыс асты орталықтарынан. Қыртыс және де өзі 4 бөлікке бөлінеді, яғни қыртыстар маңдай, төбе, шүйде, самай бөліктері болып бөлінеді. Маңдай бөлігі қимыл қозғалысқа, ойлау қабілетіне қатысады. Төбе бөлігі сезімталдыққа, анализ жасау қызметін атқарады. Шүйде бөлігі көру анализаторлары орналасқан көру қызметін атқарады. Келесі бұл самай бөлігі. Самай бөлігінде есту, ес сезу, есте сақтау, сөйлеу қызметтері атқарылады. Келесі бұл мидың тағы қосымша бөлігі миышық, тепе-теңдік және координацияны атқарса, және де мимен жұлынды байланыстырып тұратын ми бағаны, яғни ствол мозга орналасқан.